Баршаларыңызға сәлем, сіздермен Жанат. Бүгін мен сіздерге базардың тандыр самсасындай болып шығатын өте сочный әрі керемет дәмді тандыр самсаны үй жағдайында жасаудың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны өткізбей соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Рецептіні көрмес бұрын мен сіздерге өте бір пайдалы және керемет бір каналмен таныстырғым келіп отыр. Әсіресе диета ұстайтын және сахары бар адамдарға арналған осындай pp калориясы жоқ шоколадтың рецептісімен бөлісетін болатын керемет канал. ютубқа дәмді деп жазсаңыздар шығады. Каналында оңай жасалатын рецептер өте көп. Әсіресе суши, пицца, донер, шоколадтардың үй жағдайында жасалатын керемет канал. Рецептілерін сақтап алу үшін сол каналға тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ал енді біз самсамызды жасау үшін 500 грамм ұнымыздың ортасын ашып аламыз да, суық суымызға жарты шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып қойып қоямыз. Ерітілген 100 грамм сары майымызды осы ұнымыздың үстіне құйып, үстінен жаңағы араластырған суық суымызды қосып, қасықтың көмегімен, одан кейін қолдың көмегімен ұнымыз бірігіп қамыр болғанша жақсылап илеп алатын боламыз. Ұнымыз қамырға айланғаннан кейін қамырымыз егі қанғанша, қатты болғанша жақсылап илеп алатын боламыз. Саусақпен басқан кезде саусақтарыңызға жабыспайтындай қылып, одан кейін 15 минутқа тындырып қоямыз. Аздаған майы бар сиыр еті мен бір бас пиязымызды жақсылап ұсақтап турап алатын боламыз. Қандай ет қоссаңыздар да өздеріңіздің еркілеріңізде мен сиыр етін қостым, және оның үстінен шай қасықтың жартысындай қара бұрышымызды, қызыл бұрышымызды, самсаға арналған приправамызды, тұзымызды және аздаған сұйық майымызды қосып жақсылап араластырып аламыз. 15 минут өткеннен кейін қамырымыздың егі қанғаннан кейін осылай видеода көріп тұрғандайыңыздай сопа қылып турап, оны бөліктерге бөлеміз. Бөліктерге бөлінген бөлігін алып, екі алақанның көмегімен дөңгелетіп, тағы да бетін жауып салфамен қойып қоямыз. 5 минутқа. 5 минут өткеннен кейін міне осылай оқтаудың көмегімен жақсылап жайып алыңыздар, дөңгелек болғанша. Қамырымызды жұқа қылып жайып алғаннан кейін жаңағы дайындаған салмамызды дайындап салып аламыз. Мен 3 қасық етімізді салдым да, оны осылай екі саусақтың көмегімен жан-жағын жинап аламыз. Жақсылап жинап алғаннан кейін беті міне видеода көрілгендей осындай түйілуі керек. Одан кейін артық бөлік қамырды пышақпен кесіп тастаймыз, әйтпесе қамыры көп болып қалады. Енді екінші қамырымызды алып, оны жұқа қылып жаямыз да, оның үстіне щетканың көмегімен суық суымызды жағып аламыз да, жаңағы түйілген қамырымызды үстіне қойып, артық жерлерін ішіне қаратай видеода көріп тұрғандарыңыздай саусақтың көмегімен тартып алатын боламыз. Үшінші қамырымызды да алып, жұқа қылып жайып аламыз, және де оны пышақтың көмегімен видеода көріп тұрғандарыңыздай қылып, ұзын-ұзын қылып бөліктерге бөліп аламыз да, оны екі алақанның көмегімен лагманның тестасын созғандай қылып, не сопа қылып, осылай ұзын қылып созатын боласыздар. Одан кейін екі созылған біздің қамырымыздың басын үсті біріктіресіздер да, екі қамырды айландыра отыра осындай узор жасауларыңыз керек, ерек болып шығатындай, міне видеода көріп тұрғандарыңыздай. Түйілген самсамызды пергамент қағазы төселген біздің пешіміздің табағына қойып, жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Одан кейін жаңағы иірленген біздің узорымызды видеода көріп тұрғандарыңыздай жан-жағына дөңгелек қылып осылайынан қоясыздар. Артылған қамырымызды дөңгелетіп, оның ұстайтын жерінде қылып жасаймыз. Міне бізде осындай болды, формасы шықты. Жұмыртқаның сарысын жақсылап жағып, 180 градуста ысып тұрған пешімізде 45-50 минутқа қоямыз. Міне біздің самсамыз дайын. Сіздермен бірге болған Жанат. Менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар.